Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Менің есімім Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгінгі бейін дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі 7-ші дәрісіміздің тақырыбы генеративті жасанды интеллект және визуалды маркетинг. Өткен тақырыпта біз мәтіндік контентпен жұмыс жасауды үйрендік, ал бүгін визуалды әлемге қадам басамыз. Кескін генерациясы қалай жұмыс істейді, визуал промпт қалай құралады, AI визуалдарды жарнамада қалай қолдана аламыз. Дәрісте 3 негізгі сұрақ бар, бұл қарастырамыз. Біріншіден, визуалды маркетингтің рөлі және AI кескін генерациясының жұмыс принциптері. Екіншіден, бұл кескін генерациясының негізгі құралдары және визуал промпт құрылымы. Үшіншіден, AI визуалдарды жарнамада қолдану. Оның артықшылықтары, шектеулері және де этикалық құқықтық аспектілер. Келесі біз әдеттегідей негізгі ұғымдардан бастайық. Бұл визуалды маркетинг суреттер мен баннерлер және инфографика арқылы аудиториямен коммуникация, кескін генерациясы, бұл мәтіндік сипаттама негізінде AI-дың жаңа сурет жасау процесі, диффузиялық модель бұл екі дәрістен таныс ұғым, бұл шудан бастап кескінді біртіндеп нақтылайтын генерация алгоритмі болып табылады. Визуал промпт бұл нысан, стиль, композиция, жарық және формат сипаттамасы. Ал бренд идентикасы бұл логотип, түс палитрасы, қаріп, яғни брендтің визуалды біргейлігі болып табылады. Диффузиялық модельдің жұмыс принципі бұл схемадан көре аласыздар алдыңыздағы. Процесс 4 қадамнан тұрады. Біріншісі бұл визуал промпт, нысанды, стильді, композицияны, жарықты және форматты сипаттаймыз. Екінші қадам бұл шу, модель кездейсоқ пиксельдерден, яғни бастапқы белгісіз кескіннен бастайды. Үшінші бұл біртіндеп нақтылау, әр итерация пішін пайда болады, түстер анықталады, детальдар қосылады. Төртіншіде бұл дайын кескін, өнім визуалы, баннер немесе әлеуметтік желі суреттері ала аламыз. Қарапайым тілмен айтқанда модель тұманнан сурет айқындап шығарады. Енді осы процесті сіздің промптыңыз басқарады. Енді құралдарды салыстыратын болсақ, бұл екінші дәрістен бізден белгілі. Платформалардың бүгінгі маркетингтік тұрғыдан тереңірек қарастырамыз. Midjourney жоғарғы көркемдік сапа береді. Имидждік визуалдар мен креативке таптырмас құралдардың бірі, бірақ ақылы және де кескіндерде мәтінде қате болуы мүмкін. Ал DALL-E 3-тің күші бұл ChatGPT мен интеграциясы, жылдам концепт визуалдардағы ыңғайлы, алайда стильдік бақылауы шектеулі болады. Stable Diffusion бұл ашық кодты, кастомизацияға ашық, бренд стилін жаппай генерациялауға қолайлы, бірақ алдын ала техникалық дайындықты талап етеді. Canva Magic Studio бұл шаблондар мен бренд кит ұсынады. Баннерлер мен әлеуметтік желі дизайны өте қолайлы, есесіне көркемдік еркіндігі төмен. Ереже сол баяғы құрал міндетке қарай таңдалады. Мәтіндік промптта 5 элемент болғаны сияқты, визуалды промптта да 5 элемент бар. Ол біріншісі нысан, не бейнеленеді. Екінші бұл стиль, фотореализм, иллюстрация немесе минимализм. Үшінші бұл композиция, жақын план, жоғарыдан қарау деген секілді. Төртінші жарық пен түс, студия жарығы, бренд палитрасы. Бесінші бұл формат, баннер өлшемі, тік немесе көлденең. Бірге бір бұл жерде заңдылық өзгермейді. Мәтіндік генерациядағы сияқты визуал сапасы да промпт сапасына тікелей тәуелді. Осы 5 элементті тағы да экосөмке брендінің мысалында қарастырсақ, промпт былай құрылады. Нысан, экосөмкені ұстап тұрған студент қыз, стиль, жарқын фотореалистік стиль, композиция, жақын план, өнімнің ортада тұрады, жарық пен түс, жасыл ақ түс палитрасы, табиғи жарық, формат Instagramға арналған шаршы форматта бірге бір форматындағы баннер. Нәтижесінде оң жақтағы дайын баннерді аламыз. Экобак KZ логотипі, табиғатты таңда, стилі бол, ұраны өнімді ұстап тұрған студент қыз. Промпттағы әр элементті осы жерде кескінделіп тұр, қарасаңыздар. Ал енді AI визуалдардың нағыз практикалық күшін көрсететін мысал, бұл AB тестілеу арқылы жасадық. Canva Magic Studio'ның бренд түстерімен 10 нұсқа генерацияланды.
үздік үшеуі тестке жіберілді. Слайдтың үш нұсқаны салыстырсаңыз, А нұсқасы өнім жеке тұр, Б нұсқасы студент қыз университеттің ортасында тұр, С нұсқасы өнім артықшылықтары тізіммен көрсетілген. Нәтижелер бойынша Б нұсқасы айқын жеңімпаз, себебі қамтылуы 15.700, CTR 3,40, 2%, себебі студент бейнесі мен университеттік орта аудиторияға жақын өмірлік жағдайды көрсетеді. Уақыт үнемі айтарлықтай, бірнеше күндік жұмыс бірнеше сағатқа қысқарды, бірнеше минутқа қысқарды мүмкін, бірақ соңғы таңдау маркетологтың өзіне қалады. Артықшылықтар мен шектеулерді таразылайық. Артықшылықтары жылдамдық, секундтар ішінде оңдаған нұсқаны арзандық фотосессия мен дизайнерлер шығынсыз болады, және АБ тестілеуге ыңғайлылық. Бір баннерді бірнеше нұсқада оңай жасауға болады. Ал шектеулер нақты. Кескін мәтіннің қателігі, модельдер әріптердің жиі бұрмалануы, қолмен бет әлпеттегі анатомиялық ақаулар, нақты өнімнің бейнелей алмауы, ұқсас сөмке шығуы да мүмкін, және де стиль тұрақсыздығы, стильдің тұрақсыздығы, осының барлығы бұл шектеулерге келіп түседі. Сол себепті ол алдын ала тексерілуі керек, жариялаудан алдын. Келесі қарастыратын мәселе бұл этикалық құқықтық аспектілерге ерекше тоқталайық. Визуалды контентте олар өте өткір, себебі ол біріншіден авторлық құқық, кескіндердің құқықтық мәртебесі елдер бойынша әртүрлі, ал модельдердің оқыту директеріндегі суретшілердің жұмыстары әлі шешімін таппай қалған даулы мәселелердің бірі болып табылады. Екінші бұл шынайылық, визуал нақты өнімге бұрмалап көрсетсе, бұл тұтынушыны адастыруға әкеледі. Ал бұл жарнамадағы заңнамасын бұзу болып алып келеді. Үшінші, ашықтық. Жарнамада AI қолданылған жасырмау керек. Кейбір платформалар AI контентті арнайы белгілеудің міндеттей бастады. Бұл үш талап жауапты маркетологтың кәсіби этикасының бір бөлігі ретінде саналады қазіргі уақытта. Дәрісімізді жалпылама қорытындылап кетсек, бұл визуалды генерацияның үш қадамдық алгоритмі бар. Ол бірінші құрал міндетке сай таңдалу керек. Midjourney креативке байланысты, Canva жылдамдық баннерлерді жасауға, екінші бұл 5 элементті визуал промпт құрастыру керек. Нысан, стиль, композиция, жарық, формат қарастырылады. Үшінші бұл жариялау алдында адамның бақылауы, авторлық құқық, шынайылық және ашықтық тұрғысынан тексерілуі қажет. Басты негізгі ой бұл генеративті AI визуалды маркетингті демократияландырылды. Енді сапалы визуал жасау үшін үлкен бюджет міндетті емес, бірақ human in the loop қағидасы міндетті болып қала береді. Білесіздер, мен қайта қайталаймыз, себебі бұны негізгі шарт ретінде алып қалу керек. Жалпылама бүгінгі тақырыбымыз осы сұрақтарды қамтыды. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.